Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздерге торттың қапталуын және де оформление жасау жолын көрсететін боламын. Ең алдымен творожный сырымызды және де үй температурасында тұрған майымызды, қантымызды салып, миксерлеп аламыз. Миксерді басында баяу скоростта бастаймыз, одан кейін ақырындап қосамыз. Дайын болған кремімізді алып, кремімізге красителімізді қосатын боламыз. Менде қызыл түсті краситель 1-2 тамшы тамызатын боламын. Дайын болған кремімізді одноразовый мөлшерімізге салып аламыз. 12 сағат пропиткада тұрған тортымызды холодильнигімізден алып шығып, кремімізді жағатын боламыз. Бір тегіс етіп, барлық жеріне жеткізіп, бірінші қабат жағып аламыз. Одан кейін тегістейтін боламыз. Және де менің каналымда торттың қапталу жолының тағы да көптеген видеолары бар, кіріп көрсеңіздер болады. Осылай тортымызды бір тегіс етіп жағып шыққаннан кейін тағы да бір қабат тегістеп жібереміз үстін. Тортымыз біркелкі тегістелгеннен кейін оформлениеміз жасаймыз. Шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Осындай дайын прянигімізді қоямыз. Шоколадымызбен сызықтарын сызып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен де әсемдесеңіздер болады. Баланың атын жазып, жасын жазуға да болады. Осылай барлық жеріне жеткізіп жағып шықтым. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Достар, менің каналымнан тағы да не үйренгілеріңіз келеді, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Мінекей біздің тортымыз дайын. Баршаларыңызға рахмет.